Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздермен ерекше бір платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл жаңағы кері байланыс беретін кезде, сонымен қатар тыңдалым дағдысынан кейін оқушылардан кері байланыс алу кезінде пайдалануға болатын платформалардың бірі. Енді ол үшін біз Google-ге кіреміз, сосын Mentimeter деп жазамыз. Mentimeter ішіне кіреміз осылай. Міне осы батырманы басамыз, Go to Home деген. Сіздерге айтып кететін, егер Google аккаунттарыңыз болмаса пошталарыңыз болса, тіркеліп алсаңыздар болады. Енді осыны қалай жасаймыз? New Presentation дегенді басамыз. Сосын осыраға жазамыз осылай. Мысалға, не жазғымыз келеді? Міне, мынада көптеген түрлері бар. Осылай статистика, міне біз енді қазір Word Cloud деген түрін таңдайық. Бұл жаңа кері байланыс кезінде өте тиімді. Енді осы жерде Word Cloud. Міне мұнараға жазамыз біз. Міне осы жерде мына батырманы басу арқылы сіз жазасыз. Міне осылайынан жазылады. Енді осыған сурет қойсаңыздар да болады. Ол үшін міне осы батырманы басамыз. Мына жерден міне осы арада Cherry дегенді басып, ссылкасын копировать етіп аламыз. Сөйтіп осыны жіберіп аламыз. Міне осылайынан ссылка келеді, ссылканың ортасын басамыз. Сол кезде ол ашылады. Міне бүгінгі сабақта қиын болған ақпарат, сен үшін құнды болған ақпарат, қызық болған ақпарат міне нараға жазады. Мысалға, қиын болған ақпарат дегенге сабақта бәрін түсіндім деген сияқты. Одан кейін сен үшін құнды болған ақпаратқа кез келген бір пайдалы қазбалар жайлы білдім деген сияқты, мысалға. Пайдалы дей салайық. Одан кейін қызық болған ақпарат бәрі деп жаза салайық, бәрі. Енді осыны жіберіп көрейік. Міне, енді осы бізден аяқта қалай келді екен көрейік ал. Міне әркімнің жіберген кері байланыстары осыраға келіп тұрады. Міне, бәрі сабақта бәрін түсіндім, пайдалы деп осылайынан көп бұл қанша не қылды, соның бәрі осылайынан келіп тұрады. Бұл жаңа кері байланыста тыңдалымнан кейінгі тапсырмада беруге өте тиімді платформаның бірі.